Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін Гумисел гуминдік футбол кешені туралы ары қарай мәлімдемемізді жалғастырамыз, мақалаларымызды оқимыз. Біз қазір мына yot.kz дейтін сайттың бастапқы парақшасында отырмыз. Төмен қарай жылжытамыз. Мына 6 бақан шыққанша, мына 6 бақан шықты, бас парақ. Жоғары жақта мәзірде мақалалар дейтін нүктеге басамыз. Батырмаға басамыз, сілтемеге басамыз. Сөйтіп мына екінші параққа барайық. Мына осындай суреті бар, мына Гумисел деп жазылып тұр ғой, осындай құтысы бар суретке басатын болсаңыз, 7 мақаладай бар. Сол мақалаларды сізге оқып шығуға тырысып жатырмыз, себебі әркімнің оқуға уақыттары болмайды. Көзім айын құртқысы келмейді, сол себептен біз соған көмек ретінде осылай оқып беріп жатырмыз. Бүгінгі мақала, оқылатын мақала, 3-ші параққа барайық. Гуминдік футбол кешенінің, яғни Гумиселдің қабылдау курсы қалай ішу керек екенін түсіндіреді. Осы мақаланы оқып шығайық. Гуминдік футбол кешенінің Гумисел қабылдау курсы. Гумиселді үнемі қабылдауға бола ма? Иә, болады. Бұл дәрі емес, гормон емес және стимулятор емес. Гумисел жасушалардың бейімделуін қолдайтын нутриент, сондықтан оны ұзақ уақыт қолдануға болады. Дегенмен дұрыс қабылдау схемаларын сақтау маңызды, себебі олар детокс жүйесін шамадан тыс жүктемейді, ағзаның сезімталдығын төмендетпейді, тұрақты нәтижеге қол жеткізуге көмектеседі. Негізгі схема: ұзақ уақыт қабылдау үшін дозасы күніне бір рет бір ас қазық, яғни 10-15 мл қабылдайсыз. Таңертең аш қарынға жылы суға араластырып та ішуге болады. Бұл күнделікті қабылдауға қауіпсіз қолдау дозасы болып табылады. Қабылдау циклі: 3 ай қабылдау, 3 ай біткеннен кейін 2-4 апта үзіліс жасайсыз да қайтып 3 ай қабылдау курсына кіресіз. Себебі 2-3 ай ішінде жасушалық ортаның көп бөлігі жаңарады, ағза бейімделіп үлгереді, үзіліс рецепторлардың үйреніп кетуінің алдын алады. Бұл гуминді заттарды қабылдаудың ең физиологиялық жағымды схемасы. Жұмсақ фон схемасы: үзіліссіз қабылдау үшін, егер мысалы үзбей ішем десеңіз, онда былай ішу керек: 5 күн қабылдайсыз да 2 күн үзіліс жасайсыз. Күн ара болмаса 1 күн ішіп 1 күн ішпейсіздер. Күн ара қабылдау дейді. Дозасы 1 шай қасық. Мұндай режимді айлар бойы бауырға және асқазан ішек жолына жүктеме түсірмей қолдануға болады. Қарқынды курс, яғни мықты, көбірек, былай айтқанда, ішіп емделем десеңіз, онда шаршау, ауру, детокс кезінде осылай ішсе болады, төмендегідей. Бұл схема тұрақты емес, курспен қолданылады. Күніне 2 рет бір ас қасық ішесіз, таңертең аш қарынға және кешке ұйқыға 2-3 сағат қалғанда ішесіз. Курс ұзақтығы 14-21 күн солай ішесіз. Содан кейін негізгі схемаға көшу ұсынылады. Мына жоғарыда негізгі схеманы айтып өттік, соған қарап ішесіз. Қай схема кімге тиімді? Бүкіл отбасы үшін күніне 1 рет шай қасық ішесіз, 2 ай қабылдайсыз, 2 апта үзіліс. Стресс, күйзеліс, нашар ұйқы кезінде таңертең және кешке 14 күн ішесіз қарқынды түрде. Кейін күніне 1 рет қолдау дозасы қолданылады. Иммунитетті қолдау және алдын алу үшін таңертең 1 ас қасық ішесіз, 3 ай қабылдау, одан кейін үзіліс жасайсыз. Бұны білу өте маңызды. Мына төменгі ақпарат: алғашқы 5-10 күнде мыналар байқалуы мүмкін: дәреттің жиілуі, жеңіл әлсіздік, зәр шығарудың көбеюі және үлкен дәретке барған кезде жаман иіс пайда болады. Ол яғни токсиндердің шығуы белгісі деп табылады. Бұл жанама әсер емес, детокс процесінің басталуын білдіреді. Егер белгілер айқын болса, дозаны 2 есе азайту керек. Гумиселді жылдар бойы қабылдауға бола ма? Иә, егер циклдік тәсіл сақталса болады. Курс, үзіліс, қайтадан курс. Гумин кешендерін натуропатияда 10-даған жыл бойы осылай қабылдай береді. Қысқаша, Гумисел емдеу курсы емес, жасушаларға арналған қоректік қолдау, сондықтан оны ұзақ уақыт қабылдауға болады, бірақ дұрыс және циклдік схема бойынша
қабылдайсыз. Бұл мақаланы мына жерден жүктеу дейтін батырмаға басатын болсаңыз, жүктеп аласыз телефоныңызға, болмаса компьютеріңізге. Файлдың форматы PDF, оңай оқылады. Ал сау болып тұрыңыздар.